Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жұмсақ венский вафли дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамыз бен қантымызды 2-3 есе көтергенше миксерлейміз. Үстіне сүт, ерітілген сары май, електен өткізіп ұн және разъединитель салып, біркелкі қоймалжың масса болғанша миксерлейміз. Дайын болған қамырымызды алдын ала қыздырылған вафлинсамызға құйып, екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Егер де бұндай болмаса, арнайы осындай венский вафли пісіруге арналған силиконды формалар болады. Сол форманы майлап духовкаға пісіріп алсаңыздар болады. Бірақ мен мына вафлинсаны ешқандай май жақпай осылай құйып пісіріп алдым. Екі бетін қызартып, өстіп аударып отырып. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Басқа рецептерге қарағанда маған осы рецептпен өте керемет шықты, қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.